Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі қарастырайын деп отырған тақырыбымыз айнымалы электр тоғы. Айнымалы электр тоғының активті кедергісі ток күшінің және кедергінің әсерлік мәні болып табылады. Енді мына жердегі айнымалы электр тоғына тоқталамыз бірінші. Яғни айнымалы электр тоғы дегеніміз не? Яғни ол дегеніміз тізбекте орныққан электромагниттік тербелісті айнымалы ток деп айтуға болады. Яғни болмаса кеңінен ашатын болсақ, ол жердегі жаңағы периодты түрде өзгеріп отыратын ток болатын болса, бұл айнымалы ток деп қарастыруға болады. Енді қазір айнымалы тоқты қалай пайда болады, қалай аламыз? Соған қысқаша тоқталып кетейік. Айнымалы тоқты алатын ең қарапайым мысалдарды міне қарастыруға болады. Яғни бір текті магнит өрісі болу керек кеңістікте, бір текті таралған. Сол бір текті таралған магнит өрісіне біз қандай да бір тік төртбұрышты ABCD тұйық контур аламыз. Осы тұйық контурды О және О' осі бойынша айландыратын болсақ, осы тұйық контурды кесіп өтетін магнит өрісінің шамасы өзгере бастайды. Енді сіздер білесіздер, магнит өрісі шамасы өзгере бастайтын болса, сол өріс әсер етіп тұрған тізбектің бойында не пайда болады? Айнымалы ток пайда болып табылады. Ондай болатын болса, біз мына жерде магнит ағын өрнектейік. Бірінші магнит ағын. Магнит ағын формула бойынша ол В сосын S косинус альфа. Мынау жаңағы магнит өрісінің ағын көрсететін шама, және S мынау аудан. Косинус альфа дегеніміз ол жаңағы мынаған түсірген нормальмен, контурға түсірген нормальмен мынау магнит өрісінің екеуінің жасайтын арасында бұрышты, альфа бұрышты көрсетеді. Енді осындай жағдайды қарастыратын болсақ, бізде жаңа айнымалы ток пайда болады дедік, Осы токтың әсерінен, яғни ток пайда болды дегеніміз қандай да бір электр қозғаушы күш пайда болды деген білдіреді. Бұл электр қозғаушы күшінің пайда болу себебі дельта F, дельта T, яғни магнит өрісінің уақытқа тәуелді өзгеруінен пайда болды деп қарастыра аламыз. Сонымен қатар, енді біз мынаны орнын алып келіп қоятын болсақ, бізде электр қозғаушы күш E болады мына жерде. Сонымен қатар уақыт бойынша бірінші рет туындысы деп қарастырайық, яғни мына жерден біз электр қозғаушы күшті уақыт бойынша туындысы деп қарастырамыз. Магнит ағын уақыт бойынша туындысы деп қарастырсақ болады. Сол кезде біз мына формуланы қарастыра аламыз. Так. Ең соңында мынаны косинус тәке орнына қойған кезде бізде шығады Е максимум синус омега Т деген формуланы келтіреміз. Арасындағы түрлендірулерді өздеріңіз орнына математикалық тұрғыда қойсаңыздар болады. Енді бұл осы контурдың бойында, яғни қандай да бір электр қозғаушы күші пайда болды. Бұның әсерін біз не істейміз? Сыртқы жүктемеге, яғни біз осы айналып тұрған, яғни өрісті айналып тұрған контурды сыртқы қандай да бір жүктемеге, сыртқы жүктелген жалғау арқылы біз сыртқа қандай да бір кернеу бере аламыз. Ол кернеу бізде болады U тең U max так синус омега Т, яғни ол жүктемеге берілетін кернеу болып табылады. Бұл айнымалы токтың пайда болу шартына тоқталған қысқаша ақпаратымыз. Енді біз электр тоғының активті кедергісі деген шамаға келейік. Электр тоғының активті кедергісі деген шаманы қарастырған кезде біз мынаны қарастырып келсең болады. Активті кедергісі бар тізбектегі қуатты қарастырсақ болады. Ал активті кедергі дегенге анықтамай беріп кетейік. Баяғыдан бұрыннан біз өзіміз қолданып жүрген кедергіні резисторды, яғни қарапайым ғана тізбек ода кедергі беріледі. Осы кедергі қандай да бір кернеуге жалғанады. Ол жаңа кернеу айнымалы кернеу болып табылады. Яғни осындай қарапайым тізбектегі кедергіні активті кедергі дейміз. Яғни бұрыннан біздің ердеп жүрген кедергімізді біз қазір активті кедергі деп қолдана бастаймыз. Неге? Себебі бұл айнымалы токта активті кедергіден басқа, яғни резистордан басқа жаңағы сыйымдылық кедергі деген болады, яғни конденсатор жалғанады, кейін толықтырған кезде. Және индуктивтілік кедергі деген болады, яғни катушка жалғанады. Соған сәйкес біз өзіміз бұрыннан білетін кедергіні активті кедергі деп қарастырдық. Енді осыған жалпылама тоқталамыз. Бұны қарастыру үшін жаңа айтып өткендей, активті кедергісі бар тізбектегі қуатты қарастырып кетейік. Енді сіздер қуатты бұрыннан білесіздер, P(I квадрат R). Біздің мына жердегі тоғымыз айнымалы ток болғандықтан IR болады. Осыны қарастырамыз. Енді және де айнымалы ток күшінің шамасының формуласы бізде бар. I максимум
косинус омега т. Осыларды ескере отырып, біз яғни біз орнына қоятын болсақ, мына теңдеуді орнына қоятын болсақ, бізде болады қуат P тең, мынаны орнына қоямыз, im квадрат r косинус квадрат омега т деген шамаға алып келе аламыз. Енді біз мына жерге қысқаша математикалық түрлендіру жасаймыз. Да, ары қарай өзіміздің формуламызды жалғастыратын боламыз. Енді мен оны орын алдырмас үшін мына жаққа жазайын. Мына жеріміз бос қалып бара жатыр. Яғни сіздер тригонометрияда косинус квадрат омега т дегенді ашып жазасыздар. Яғни омега т дегенді альфа деп ойлай беріңіздер. Сонда косинус квадрат альфа деген неге тең болады? Сол формуласынан еске түсірсеңіздер, бізде тригонометрия бойынша мына теңдеу шығады. Бір қосылған косинус 2 омега т бөлінген 2. Бұл сіздер математикадан білетін формулаларыңыз болып табылады. Енді осыны пайдалану арқылы біз мына формулаға қысқаша түрлендіру жасаймыз. Яғни осыны алып келіп орнына қоятын боламыз. Яғни теңдеуді мен бірден жалғастырып кете берсем болады. Ондай болатын болса, яғни косинус квадрат омега т-ның орнына алып келіп қоямыз. Сол кезде бізде пайда болады IMR бөлінген 2. Бірінші мүшесі кетеді, осымен бірінші мүшесін жазамыз. Екінші қосамын IM квадрат R бөлінген 2, өйткені мынаның екісі бар, сосын көбейтілген косинус 2 омега т келіп шығады. Енді сіздер қараңыздар, мына жерде тағы да тригонометриялық білімдеріңізге еске аламыз. Яғни косинус дегеніміз максимум мәні 1-ге тең болады, минимум мәні -1-ге тең болады. Яғни бұл теңдеу, яғни бір тербелістің ішінде, толық бір тербеліс жасаңыз, яғни бір периодтың ішінде мынаның мәні 0-ден 1-ге дейін болады екен. -1-ден 1-ге дейін болады. Яғни оның қосындысы жаңа орташасы 0-ге тең болып қалады. Сол кезде біздің мына қарастырып жатқан теңдеуіміз. Так, мен жерге жазып кете салайыншы. Косинус альфа деп жаза салайын. Қабылдайды 1-ден -1-ге дейін. Сол кезде бізде мына жақта екінші теңдеуіміздің орташа мәні 0-ге тең болып қалады. Бүйтіп жазып қоя салайын. Екінші теңдеудің орташа мәні 0-ге тең болып қалады. Сонда біздің мына қарастырып жатқан қуат, яғни орташа қуат, мынаған орташа белгісін қойсақ та болады. Орташа қуатымыздың формуласы ықшамдалып мына түрге айланады. Міне, айнымалы электр тоғының орташа қуаты мына түрге келіп қалады екен. Енді бұл не үшін екен қысқарғаны мына жерде айтылды. Енді осыған сәйкес мына берілген қуатты, яғни айнымалы тоқтың қуатын жаңа бұрынғы біздің тұрақты тоқтың қуатымен, яғни тұрақты тоқтағы берілген формулаларымен байланыстыру арқылы біз жаңағы әсерлік мәндерді жаза аламыз және активті кедергі мәнін жаза аламыз. Ол үшін біз қандай да бір түрлендіру жасаймыз. Ол деген сөз, жаңа айттым, берілген айнымалы тоқтың тұрақты тоқпен байланысын қарастыру үшін, ескеру үшін, яғни тоқ күшінің әсерлік мәні деген формуланы енгіземіз. Ол бізде болады айнымалы тоқтың максимум мәнін түп арасында 2-ге бөліп тастаған екен. Бұл тоқ күшінің әсерлік мәні болып табылады. Енді сәйкесінше, онда осыдан бізден келіп шығады мынаның формуласы, мынаған өзгереді. Мынаның формуласы бізде болады мынаны әсерлік мәнді мынадан түрлендіріп алып барып мына жерге қойсам квадратты шығып кетеді. Мынаны жаздым. Енді мен бұны жазбай ақ қояйын сіздерге. Кешіріңіздер.
мынаны жазайын. I m квадрат r бөлінген 2 тең болады. Тең болады. I әсерлік мәннің квадраты көбейтілген r. Яғни мына түрлендіру жасаған кезде мына формуланы келтіріп шығара аламыз. Енді осыған сәйкес бізде кернеудің әсерлік мәні деген пайда болады. Бұл жерде кернеудің әсерлік мәні U әсерлік мән болады. Тең айнымалы тоқ U максимум мәні бөлінген түбір астында 2. Осыған келіп шығады. Енді біз бағана басында айтып кеткеніміздей активті кедергі дегеніміз бұрыннан біліп жүретін кедергіні біз активті кедергі деп атайды екенбіз. Себебі басқа кедергілер де бар екен. Енді соның формуласını келтіріп шығарайық. Ондай болатын болса біз ток үшін әсерлік мәнін біз кернеудің әсерлік мәні бөлінген R деп жаза аламыз. Және мына жерде жазылған өрнектерді ескере отырып біз кедергінің формуласын жазыламыз. R тең P орташа бөлінген әсерлік мәннің квадраты. Болады. Енді мына соңғы жазған формуламыз. Активті кедергінің электр тоғының активті кедергісінің формуласы болып табылады. Енді анықтамасын айтуға оңай болады. Яғни айнымалы электр тоғының орташа қуатын ток үшін әсерлік мәнінің квадратына бөлінген тең шаманы біз айнымалы электр тоғының активті кедергісі деп айта аламыз. Яғни бізге берілген тақырып бойынша қысқаша формулаларды айттым, қысқаша анықтамаларды айтылды. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Рахмет назарларыңызға.